Кеш жарық құрметті қонақтар және біздің серіктестер. Бүгін кереметтей әңгіме айтамыз. Табыс туралы және денсаулықты дұрыстау арқылы үлкен табысқа жету туралы үлкен жаңағы анық ақпарат береміз. Ал ақпарат беруші мен Ләззат Досманбетова, Шымкент қаласының тұрғынымын, 4 баланың анасымын, осы Биепик компанияның серіктесімін. Ал Биепик компания туралы айтатын болсақ, Биепик компаниясы Америка құрама штаттарында 2016 жылы есігін ашқан, ал компания құрылтайшысыменен президенті Дэн Патнам және құрылтайшысы Патнам отбасы, яғни әкесі, шешесі, бауырлары, өзінің жұбайы. Ал Биепик компаниясында 10 бірдей 10 бірдей ғалымдар менен медицина докторлары қызмет ететінде айта кетейін. Ал бұл компания не өндіреді? Бұл компания жаңағы кереметтей жасушалық өнімдер өндіретінде ақпарат берейін. Ал кез келген тірі организм, бұл компания Америка құрама штаттарында, штат Ютада 2016 жылы ашылып, 2017 жылдан бастап Elevate деген керемет аты аңызға айналған өнімді шығара бастаған. Ал біздің жаңағы айта кетсек, әр жаңағы тірі организм жасушадан тұратында айта кетейін. Ал жасушаға біздің күнделікті не керек? Ол қорек керегін де айтайын. Қоректің ішіне осы біздің компанияның 100% табиғи органикалық өнімдері жататынын да айтамын. Ал бірінші жаңағы мен айта кеткендей аты аңызға айналған LF8 деген өніміміз әлемдік нарыққа 2017 жылы қаңтар айында есігін ашып, әлемдік нарыққа 100-ден астам мемлекетке таралып кеткен. LF8-дің 3 компоненттен құрайтынын айтайын. Бірінші компоненті толық тағамды қорек, оған алма, алмұрт, шие, черника деген жемістер жатады, және көкөністердің ең бірінші қатарда дәруменмен және минералдармен байытылған шпинат, брокколи, сәбіз деген жеміс жидектердің 30 келі сығындысы бар екенін айта кетейін. Ал екінші компоненті ол суперадаптогендер, кардицепс, гриб, жаңағы саңырауқұлағы чага, саңырауқұлағы гуарана, саңырауқұлағы деген сияқтылар жатады. Ал үшінші компонентіне табиғи энергетиктер жатады. Жасыл кофе, бакопа мане, ерба мате деген шөптердің сығындысы, яғни сублиматы осы бір кішкентай капсулаға кептіріліп, заманауи технологияда кептіріліп, осы бір кішкентай ғана капсулаға салып қойған. Ал капсуланың сыртының өзі спирулина дейді. Спирулина яғни теңіз балдырларынан жасалатын капсула. Бұл спирулинаның ішінде 18 бірдей ауыстырылмайтын амин қышқылы бар екенінде, және 80%-ға дейін белок бар екенінде айта кетейін. LF8-дің капсуласы бұл біздің таңғы ас болып саналады. Бұл кереметтей капсула не береді бізге? Күнделікті күш қуат береді, көңіл күй сыйлайды, және кез келген біздің миллиондаған, триллиондаған жасушаларымызға барып қоректендіре отырып, біздің көңіл күйімізді жақсартып, ақыл ойымызды жақсартып, есте сақтау қабілетін жақсартады, көру қабілетіне де жақсартып, және иммунитетке де мықты ықпал ететінін айта кетейін. Ал екінші нарыққа шыққан капсулаларымыз ол түнгі ас болып саналатын Акселер 8, Акселерейт деген күлгін түсті капсуланың бірі. Бұл капсуланың ішінде энзимдар, пробиотиктер, пребиотиктер, активированный көмір бар екенінде айтайын. Және де көптеген шөптердің, расторопшы, бақбақ шөбі бар ішінде, алоэ вера деген шөптердің көбісі бар екенінде айта кетейін. Ең маңыздысы, бұның ішінде микобактериялар бар және гумин қышқылдар бар. Ал гумин қышқылы ол тамақпен келмейді. Гумин қышқылы торфтардың ішінен алынып шығатын сығындысының бірі болып саналады. Ал осы гумин қышқылы да мықты антиоксидант та болып саналады. Бұл өнім ішінде қандай жұмыс атқарады? Бұл сіздер
кешке қарай бұл капсуланы ішесіздер. Бұл капсулалар өте ақылды капсула. Бұл ішке түскеннен кейін сіздер ұйықтайсыздар. Капсула өзі жұмыс істейді. Ас қорыту жолдарын қалпына келтіреді. Метаболизм, зат алмасу процесін қалпына келтіреді. Және де ішек микрофлорасында қалпына түрде әдемі детокс жасауға ықпал ететін өнімдердің бірі болып саналады. Ал екінші капсуламыз, және де айта кетсем, бұл артық салмағы бар адамдарға артық салмағын тастауға да құтылуына да ықпал ететін капсулалардың бірі. Ал екінші капсуламыз ақ капсула, өзінің аты айтып тұрғандай, акселер слип деген әппақ капсуламыз бар. Бұны да кешке қарай түнгі тамақ болып саналады. Кешке қарай бұл капсуланы ішесіздер. Бұл капсулада өзі сіздердің ағзаларыңызға барып жұмыс істей бастайды. Бұл капсуланың құрамында табиғи мелатонин, кальций цитрат, магний цитрат деген және деген индиялық ашваганда шөбі, валериана шөптердің сығындысы бар екенін айта кетейін. Бұл капсула сіздердің жүйке жүйелеріңізді тыныштандыра отырып, терең және тәтті ұйқыға кетуге ықпал етеді. Шаршауды басады. Таңертең тұрғанда ұйқыларыңыз әдемі болып, қанып тұруға ықпал ететін капсулалардың бірі болып саналады. Ал келесі өнімге келетін болсақ, мен иммунокодты айтып берейін. Қазіргі таңда актуальная тема бұл, актуалдық тақырып. Қазіргі қыс айында, кеше күз айынан да аман есен осы иммунокодтың арқасында өттік. Иммунокод деген бұл кереметтей өнімнің авторы, медицина докторы Уильям Хеннон 30 жылды артқа тастап, ғылыми еңбек жасап, осы трансфер факторды ойлап тапқан, формуласын ойлап тапқан әлемге аты әйгілі медицина докторының бірі болып саналады. Осы Уильям Хеннонның мен бірінші кезде таңғалғаным, 11 бала шағасы бар екен. 6 қызы және 5 ұлы бар. Және 45 ба, қателеспесем 48 ба немересі бар. Ал иммунокодтың құрамына үңіліп қарасақ, бұл кереметтей өнім иммуномодуляторы болып саналады. Бұл өнімнің ішінде саңырауқұлақтардың сығындысы бар. Майтаки, шейтаки, рейші деген саңырауқұлақтардың сығындысы бар. Жүгерінің де сығындысы бар. Және деген көптеген дәрумендермен В топ витамин дәрумендері, Д топ дәрумендері бар екенде. Және де көптеген микро-макро элементтер, минералдар бар екенде айтайын. Ал бұл өзінің атауы айтып тұрғандай, иммунокод бұл иммунитетті қалпына келтіріп, қорғаныс, ағзаға қорғаныс беріп, және ішек микрофлорасын қалыптастыра отырып, бүкіл ағзамызға үлкен иммунитет сыйлап отырады. Және де стресс, депрессияға да қарсы тұрады. Көптеген аллергиялық жаңағы ауруларға да қарсы тұратынында айта кетейін. Ал көбісіміз білетіндей, біздің ішектің ішінде 80%-ға дейін иммунитет сақталады. Сондықтан бұл өнім кереметтей сол ішек жолдарын жөндей отырып, иммунитетімізді мықты көтеріп беретінді айтайын. Ал келесі сап-сары біздің бииммун деген қазіргі таңда достар айта кетейін, мына жерде қонақтар отырса құлақтарыңызға алтын сырға, бииммун деген мынау керемет өнім қазіргі таңда акцияда, жеңілдікпенен тұр компанияның дүкенінде. Сондықтан бұл да мықты иммуномодулятор, осы иммунокодтың туысқанының бірі деп айтсақ та болады. Бұның ішінде де сығындысы көптеген дәрумендер бар. Соның ішінде айта кететін болсам, С дәруменінің 2778% бар достар. Ең С дәруменімен байытылған өнімнің бірі болып саналады. Ал ішінде жаңағы иммунокодтың ішінде трансфер фактор, пептиды молозива деген, яғни аудармасын айтқанда сиырдың уызының сығындысы бар болса, бұл бииммунның ішінде де сиырдың сүтінің сығындысы бар. Ал ол пептиды молозива трансфер фактор болып саналады. Бұның ішінде көптеген цитрустық жемістердің сығындысы бар екен. Және ацерол розовый деген шөптердің де сығындысы, шөптің де сығындысы бар екен де айта кетейін. Бұл өнім ұнтақ ретінде және үлкен жаңағы ересектерден бастап кішкентай емізулі балаларға да емізігіне салып, суға араластырып беруге болатынын да айта кетейін. Кішкентай бөпелерге де жақсы мықты көмектеседі. Ішек микрофлорасын, ана ішкебу, ішқату бөпелер көп шырылдап жылай бастады ғой. Ол ненің себебі? Ол жаңағы ішек микрофлорасының бұзылған деген себебі. Сондықтан бұл ішек микрофлорасын қалыптастыруға мықты көмектесетін өнімнің бірі болып саналады.
келесі өнімді мен бикардио, мынау қып-қызыл, әп-әдемі, жүректің суреті салынған бикардио деген өнім туралы да айтып берейін. Өкінішке орай әлемде қазір бірінші орында тұрған жүрек қан-тамыр жүйесінің аурулары бірінші орында алып тұр. Яғни осы жүрек қан-тамыр жүйесінің аурулары күрделі болып, көптеген адамдарды мүгедектікке алып келіп, немесе өкінішке орай көз жұмып кетіп жатқан қанша мыңдаған адамдар бар әлемде. Сондықтан осы өнімді алып пайдаланған адам ешқашанда мынау күрделі ауруларға шалдығады деп айта алмаймын. Өйткені бұның ішінде, бұл бикардионың да өнімнің ішінде тек қана бұл табиғи өнім, бұның ішінде банан, авокадо, киви, қызылша, құлпынай деген жеміс жидектердің де сығындысы, боярышник деген өнімнің де жемістің сығындысы бар екенін айтайын. Ең маңыздысы, бұның ішінде L-аргинин, L-цитрулин деген амин қышқылдар бар. Ал сол амин қышқылдардан бөлініп шығатын оксид азота бар. Оксид азотаның осы бөлініп шыққан ғылым кезінде 98 жылы Нобель премиясының лауреаты болған. Ал осы L-аргинин, L-цитрулин осы өнімнің ішінде бар екенін айтайын. Сондықтан бұның ішінде оксид азота оттегін қан-тамыр жүйесіне бере отырып, холестериннен тазалап, қант диабетіне қарсы тұрып, стресс, депрессияға да қарсы тұратын, гормон кортизолға да қарсы тұрып, вирусы, бактерияға да қарсы тұратын, және де жүрекке мықты ықпал ететін, қан қысымы жоғары немесе төмен адамдарға да мықты көмектесетінін де айта кетейін. Және де көптеген бізде нәтижелер болған. Осы жаңағы отадан шыққан, стенд қойған, шунтирование жасаған, отадан шыққан мезетті жеңіл түрде осы бикардио пайдаланған адамдар жеңіл түрде өтетінде. Екінші, мынау біздің қоймада қайта-қайта біздің серіктестердің өзі қоймай сатып алып қоятын, мынау қоймада кей кезде жоқ болып кететін, біздің интернет дүкенде жоқ болып кететін өнімнің бірі Great Greens еді бұрынғы аты, қазіргі аты Beepic Greens деген керемет, мынау жап-жасыл әп-әдемі бидайдың сығындысынан жасалынған, және жоңышқаның сығындысы бар, сұлының сығындысы бар, мумио ішінде құрамында бар, гумин қышқылы бар құрамында, D-биотин деген алма қышқылы, немесе лимон қышқылының бәрінің бар екенін, көптеген дәрумендер бар екен, және минералдар бар екенін де айта кетейін. Ең маңыздысы, мына өнімге тоқтала кетсек, бұның ішінде 70%-ға дейін хлорофилл бар екенін айтайын. Ал хлорофиллдің формуласы жаңағы біздің гемоглобин деген жасушамыздың формуласымен құрамы екеуі бірдей екен. Сондықтан бұл да мықты онкопротектор, мықты мощный, жаңағы мықты антиоксидант болып саналады. Антиоксидант дегеніміз не? Антиоксидант дегеніміз іштегі шлак токсиндіға болдыртпайтын, тазалап отыратын, және де ішке түскен вирус, бактериялар, рак жасушаларын өсірмейтін, кептіріп тастап, қоршап алып, оларға өмір сүрткізбейтін антиоксидант деп айтылады. Ал ішкі ортада шлак токсиндар көбейіп кетсе, улы заттар ішкі ағзада көбейіп кетсе, біздің ішкі ағзамызда қышқыл орта пайда болады. Ал осы қышқыл ортаға қарсы тұратын біздің өнімдердің барлығы әсіресе осы Beepic Greens'та мықты антиоксидант болып саналады. Және де бұл клиникалық зерттеулер адамдарға жасалған. Израиль мемлекетінде Гил Барсела деген профессор, онкология орталығының басшысы, химиотерапия, лучевая терапия алып жатқан науқастарға, қатерлі ісікке шалдыққан науқастарға осы Beepic Greens'ті алғызып берілген. Бұл өнімді пайдаланған науқастар лучевая химиотерапиядан өте ауыр процедура, солардан жеңіл түрде өтіп, және де метастазасы азая бастағанында сол зерттеулерден табылған. Ал келесі мынау сап-сары, әп-әдемі, дәмі тіл үйіретін, имбирдің дәмі шығатын, мынау куркума шайы, редженер деген өніміміздің тағы бар екенін де айта кетейін. Бұл өзінің атау айтып тұрғандай, сары куркуманың тамырының сығындысынан және сары имбирдің сығындысынан
және де көптеген бұның ішінде де лимонның қышқылы да, алманың қышқылы бар екен де, және көптеген дәрумендерменен минералдармен байытылған өнімдердің бірі болып саналатын. Ал куркума, біздің куркумин, бұл қабыну процесіне қарсы тұратын және дәрі-дәрмектерден 20 есе қабыну процесі күшейтілген өнімдердің бірі болып саналады. Бұл куркума жасарту процесін біздің ағзамызға береді. Яғни қартаю процесіне қарсы тұрады. Вирус, бактерияларға қарсы тұрады. Ішек микрофлорасын қалыптастырады. Түйе буын системасына мықты көмектесетін өнімдердің бірі болып саналады. Ал келесі тағы да жаңадан шыққан біздің өніміз, мынау омегас деген, грейт омегас деген өнім. Бұл өнімде сап-сары алтын дәнектей болып көрінетін капсуламыз, грейт омегастың ішінде жалғыз жаңағы біздің білетін омегамыздың 3-і, жаңағы алтыны білсек, бұның ішінде барлық омегалар жиналған, және де 21 амин, ауыстырылмайтын амин, майлы амин қышқылдар да жиналғанын айта кетейін. Ал бұл грейт омегасты қалай жасайтынында кішкене тоқтала кетсек, бұл балықтардан қызыл балық, лосось, яғни лососьті Норвегия мемлекетінде жасанды тағанда, водоемда өсіріп, экологиялық таза тамақ беріп, жас кезіндегі балықтарды ауланып, лосостар ауланып, бас сүйегінен бастап терісіне дейін, жаңағы ішкі етіне дейін бәрі өңделіп, осындай бізге кереметтей капсула жасап, ішіндегі бар омеганы осы капсулалардың ішіне салып жасайды. Және бұның ішінде ешқандай балықтар таза өсірілгеннен кейін ешқандай ГМО жоқ, консервант жоқ, антибиотиктер жоқ екенін де айта кетейін. Бұл өнім бұл ішкі ағзаға барғаннан кейін мидың нейрондарын жұмыс істеуге ықпал ететін өнімдерді, есте сақтау қабілеті, көру қабілеті. Ал балаларға беретін болсақ, жаңағы мектепте зейін салып сабағын оқитынға да ықпал ететін өнімдердің сүйек системасына да жақсы көмектесетін. Мына әсіресе есте сақтау қабілетіне де жақсы, мықты көмектесетін өнімнің бірі болып саналады. Ал келесі тағы бір өнімді айта кетейін. Ер азаматтарға, құлақтарыңызға алтын сырға, мына дринк-шриnkті кейін, осыдан кейін айтайын. Эпикти деген біздің гормон тестостерон болады. Әйел азаматтарда болады, ер азаматтарда да болады. Ер азаматтарда көбірек болады, әйел азаматтарда азырақ болады. Ал 30-дан асқаннан кейін мына өмірдің ағымына қарап, теріс ағымына қарап, кез келген ер азаматтарда ауру пайда бола бастайды. Стресс бар, депрессия бар, экология бар, үйдің жағдай бар, жоқшылық та бар, неше түрлі ауру да еңсесін басқаннан кейін осы гормон тестостерон деген мөлшері төмендей бастайды. Ал төмендей бастағаннан кейін қан қоюлана бастайды. Қан тамыр жүйесі де бұдан кішкене теріс ықпал етеді. Және де жамбас ағзаларының қан айналымы бұзыла бастап, әртүрлі аденома, простатит, цистит деген ауруларға шалдығып, ер азаматтар жыныстық әлсіздікке де шалдығып жататынын айта кетейін. Ал бұның ішіндегі пажитник деген шөптің сығындысы, бұл пажитник деген шөптің, шамбала деген, яғни шөбінің тұқымдарының сығындысы бар екенін айтайын. Индиялық шөп. Бұның ішінде тағы да дәрумендер бар, Б тобы бар, және цинк, хром, бром деген минералдар бар екенін де айта кетейін. Ал бұл шөп жаңағы гормон тестостерон деген гормонды белсендіре отырып, тестостерон гормонын нормада ұстап отырады. Және де бұл қандай керемет ықпал ететінін айтайын. Жамбас ағзаларының қан айналымын жақсартады, тестостерон гормонын белсендіріп отырады, норма мөлшеріне көтереді, жыныстық әлсіздікті жояды, ер азаматтарда жақсартады, қан тамыр жүйесін де жақсартады, және көптеген осы ауруларға да төтеп беретін өнімдердің бірі болып саналады. Және әйел азаматтарына да бұл өнім көмектеседі. Жасаруға, шаш қатаюға, тырнақ нығаюға, майда әжімдер кетуіне де ықпал ететін өнімнің бірі. Және жас отбасылар жүрген жас отбасыларына да бұл бала көтеруіне ықпал ететін өнімдердің бірі болып саналады. Ал мынау әп-әдемі тұрған өнім, мынау көріп тұрсыздар, бұның дәмі де әп-әдемі, бұл және жаңағы ең керемет сусындардың бірі деп айтсам болады, бірақ енді
құлақтарыңызға алтын сырға, бұл дринк ту шринк деген өнімді пайдаланғаннан кейін, бірақ міндетті түрде үйде дәретхананың жанында болу керек. Бұл өнім не істейді? Бұл құрамында айтып берейін. Бұл өнімнің ішінде алма қышқылы бар, лимон қышқылы бар, расторопша шөбінің сығындысы бар, және алтей жаңағы шөбінің сығындысы бар, имбирдің сығындысы бар, және де бір менің естімеген затымыз көп екен, американдық құрманың тамырының сығындысы бар екен осы өнімнің. Бұл өнім ішкі құрылысқа мықты көмектесе отырып, ішек жолдарына көмектесе отырып, ас қорыту жолдарын бәрін реттей отырып, артық салмақтан құтылуға ықпал ететін өнімнің бірі. Ал артық салмақтың өзі, достар, не деген кері әсер біздің ағзамызға береді. Бір адам, екі адамның, үш адамның салмағын арқалап жүретін адамдар бар. Дұрыс па? 100 килограммнан 200 килограммға жететіндер, жетіп қалатын адамдар бар. Ал артық салмақтың өзі мына буындарға кері әсер береді. Және де омыртқа жүйесіне де өте кері әсер беріп, және жүрек, қан тамыр жүйесіне де, ішкі ағзаларға, тағы басқа да, енді өздеріңіз білесіздер, артық салмақ ол әдемілік емес, мүлдем әдемілік емес. Сондықтан осы өнімді пайдаланатын ағайындар, артық салмағы бар, комфортты түрде салмақты диетаға отырмай-ақ, өте жалқау спортпен де айналыспайын десеңіздер, осы өнімді пайдалана отырып, артық салмақтан да құтылуға ықпал ететін кереметтей фруктовый пунш дәмі бар, және манго дәмі бар. Айтпақшы, бұның ішінде папаяның да сығындысы бар екенге айта кетейін. Ал енді біздің өнімдерді айта берсек, 20-дан астам Биепик компаниясы да өнім бар. Әр жыл сайын бір өнім, екі өнім жаңадан шығып тұрады. Ондай жаңалықтар да өте бізде көп. Тағы да біздің жаңалығымыз бар. Алдағы айда тағы да жаңадан өнім шығатынын да айта кетейін. Және де бұл біздің өнімдердің бүкіл сертификаты барын да айта кетейін. Сертификат халал деген сертификаты бар. Ал Алматы қаласына сертификация орталығына келген кезде тағы да дәлелденді, сол халал сертификатын тағы алған Қазақстан республикасында. Және де веган, кошерный сертификат, ICO, GMP деген халықаралық сертификаттарының бар екенін де айта кетейін. Және біздің өнімдер, бұлар батқа да жатпайды, дәріге де жатпайды. Бұл өнімдер біздің табиғи, органикалық, 100% табиғи, 100% органикалық өнім екені де айта кетейін. Ал енді біз тек қана жаңағы адамдар емес, біздің темір тұлпарларымызға да, яғни көліктерімізге де көмектесетін таблеткалары бар екенін де айтайын. Fuel Tabs, Eco Fuel Tabs компания Прауанмен бірге шығаратын Биепик компаниясының тағы да бір керемет катализаторы, мынау жанар-жағар майға салатын катализаторы туралы да айтып берейін. Біздің компания, Биепик компаниясы жалғыз адамдарға емес, және де адамдар өмір сүретін экологияға да ықпал ететін, көмектесетіндей қылып бұл таблеткаларды шығара бастаған. Ал көлігіміздің, біз білетіндей, қазіргі құйып жүрген жанар-жағар майдың кез келгені, бензин болсын, солярка, дистопливо, газ болсын, кез келген өнім, жанар-жағар май біздің бензин баққа түскеннен кейін ол аяғына дейін жанып кетпей, үлкен молекулаларға бөлініп, күйе қалдырып, және жаңағы ағашты отқа жаққан кезде үлкен күйе қалады ғой, тура сондай болып күйе қалдырып, біздің қозғалтқыш темір тұлпарларымыздағы, яғни көлігіміздегі қозғалтқышта үлкен күйе қалдырады екен. Ол күйе 20-25% жаңағы жанар-жағар майдың жанып кетпеген сұйықтығымыз сол жаңағы қозғалтқышта қала береді екен. Және де қосалқы бөлшектерді жиі бұзылып, және де май ауыстыруда жиі болып тұратын, мына жерде отырған көлік жүргізушілер білетін шығар. Және де бұл қалай экологияға ықпал етеді? Мына катализатор Fuel Tabs біздің көлігіміздің бензобагына түскеннен кейін бұл майда молекулаға бөліп жіберіп, бензинімізді және жаңағы сапасы төмен жанар-жағар майды жоғарғы сапаға қыла отырып, майда молекулаларға жарып, жаңағы жанар-жағар майды аяғына дейін жанып кететіндей қылып, қозғалтқышта күйе қалдырмайтындай қылып,
аяғына дейін жанып кететіндей жасауына ықпал ететін катализаторлардың бірі. Ал осы маи қызметкерлері тоқтатып, жаңағы экопостқа барғанда, осы улы заттарға, түтінге тексерілген кезде көптеген біздің серіктестер көліктеріменен дәлел жасаған, маи қызметкерлерінің жанында экопостқа барған кезде көліктері тап-таза болып, жаңағы ешқандай улы зат байқалмағанында айтатын видеороликтермен және нәтижелері өте көп. Ал үнемдеу жағына баратын болсақ, 20-25% емес, қазіргі таңда осы көлік жүргізіп жүрген жаңағы нәтижелерімен бөліскенде 40-50%-ға дейін үнемдеп жатқанын да айтады. Ал осы мына көліктерді қарап отырсаңыздар, үлкен фуралар, автобустар айына бірнеше мың, бірнеше миллион ақша жұмсайды жанар жағармайға. Ал соның әрқайсынан 30, 25, 30, 40%-ға дейін үнемдей отырса, айына шаққанда бірнеше миллион ақшаларын қалтасын қақпай үнемдейтінін де айта кетейін. Менің жездемнің Туксон деген көлігі бар. Сол бір кереметтей нәтижесімен өткенде де бөліскен. Ал мына Шымкент қаласынан Алматыға қатынайды, Алматыдан Шымкентке жиі келіп тұрады. Сонда айтқаны, бір жаққа Алматыдан Шымкентке келген кезде бұрын жанар жағармайды 32 мың теңгеге құйсақ, қазір 16 мың теңгеге құямыз деп айтып жүрген бар. Сонда қарап отырсаңыз, менің жездемнің көлігі 50%-ға дейін жанар жағармайын үнемдеп жүр. Ал экологияға ары қарай улы зат біздің көлігімізден шықпағаннан кейін, экологияға Алматы қаласының мегаполис, біздің Шымкенттің төбесінен қарасаңыздар, не деген смог, не деген анау қара бұлт тұрады. Ол бұлт емес, ол түтіннен пайда болған, көліктердің түтіннен пайда болған жаңағы улы заттардың бірі болып саналады. Ал соған бәріміз ат салысып, осы катализаторды көлігімізге салсақ, келер ұрпағымызға да экологиялық таза табиғатымызды да тастап кетер едік. Сондықтан мына жерде біздің кереметтей серіктесіміз бар, осы катализаторды пайдаланып жүрген Нұрлан ағаға сөз берсек, қысқа да нұсқа осы көлігіңіз туралы, катализатор fuel tabs туралы қандай нәтиже көрді көлігіңіз, соны айтып жіберсеңіз. Ары қарай біз денсаулық жағындағы нәтижеге өтеміз. Нұрлан аға. Нұрлан аға, микрофон сізде. Ну, его, как всегда, нету в самый нужный момент. Вот руку не поднимает, Нурлан. Ол болған бағана басында. Қайырлы кеш баршаңызға. Здесь. Естіп жатырмын. Басталды ма? Қайырлы кеш баршаңызға. Астана Алтынбаев Нұрлан. Мен сіздерге қысқаша айтып кетейін, өзімді таныстырып неде уақыт ала бермей, 1-2 минутте. Мына мен сіздерге айтайын деп жатқаным, бұл именно fuel tabs туралы. Fuel tabs деген не? Ол fuel tabs'тың бізге кереметтігі жасап жатқан. Ол жалғыз Қазақстанда или жалғыз менің машинамда емес. Кез келген бензин, газ, солярка, кез келген жанармай дейді, горючий смазочный материал, соның бәріне келе береді. Келгенде не істейді? Бұл менің опытымда, на моем опыте дейді ғой. Мен жүріп көргенімде, мен 25%-дан 37%-ға шейін экономия көрдім. Үнем. Яғни үнем дейді ғой экономия. Сол үнемді. Мен қалай көрдім? Мен осы Астанадан Петропавловқа шейін бардым джиппен. Джиппен барған кезде, сіз білесіз ғой, Элазат ханым, менде Нұркеш Жанат екеуміз. Джиппен бардым, джип 4-й поколение дейді, соңғы поколение. Сол объемы 3, енді 3-литровый дейді ғой. Соның өзі қаншама бензин жегенде біз 27 литр экономить етіп бардық. В один конец. 700 километр туда, и қайтадан келсеңіз 700 километр тағы да 27% экономить етті. Ол чисто только бензинде ғана. Экономисі. Бұның экономисі өте керемет. Оны мен удаленный аккаунтында болды. Кімде удаленный аккаунтым сохранился, солар видеороликті көруіңізге болады. Мен прямо джиптің машинасының номерін, литражын, уақытын, числосын, километражын көрсетіп салған. Ол бірінші жағдай. Екінші жағдай, как вы знаете, да, менде мынау Қостанайда
камазистерім водительдерім лес тасып жатыр ғой ана өртенген. Сол жерде менің камазистерімнің біреуі 37 литр дистопливо солярканы экономить етті. Сол сөз солярканы экономить еткесін барып көрдік біз соны. Действительно барып қарадым, шыдамадым. Барып қарасам, оказывается, соляркада больше экономия дает, чем басқа, чем бензинде, чем газда. Соляркада экономия 100% береді екен. 37 литр экономия берді. Ол факты. Ол да осы менің тиктогымда бар. Былтырғы ма? Жоқ, 23 жылдың октябрі, по-моему, ұмытқанмасам. Но тиктоктан көре аласыздар. Енді бұл жерде мен айтайын деп жатқаным не? Бұл жерде мен айтайын деп жатқаным, мынау Fuel Tabs'тың шығарғанда, бірінші шығарғанда бұны для экологии таратқан. Эко деп тұр, оның атының өзі эко деп тұр. Экологически чистый продукт деген сөз. Оның кереметтілігі неде? Оның кереметтілігі мынау қалада жүрген машиналарға өте керемет. Оның ішінде газ, түтін, жаңағы май, сосын анау глушительдердің артынан қарасаңыз, постоянно май, түтін болып газ, сосын кабина салонның ішінде отырғанда бензин сасиды, газдың иісі кіретін нелер бар. Соның бәрін тазартып, экология әсіресе біздің Астана, Алматы сияқты или Шымкент сияқты үлкен қалалар дейміз ғой. Сондайларда өте керемет нәтиже береді. Сосын мен оны тоже неде көрсеттім өзім мәселесінде. Қолымда апарып глушительге былай қойдым. Глушительде ыстық ерлеп тұрады. Горячий, ана глушительге қолымды былай тірей алмайсың. Когда катализаторды салсаң. А когда без катализатора қолды апарып қойсаң былай, қол мына жер дөп-дөңгелек май болып тұрады. Түтін. Сосын бүйтіп иіскегенде иіс болады, қол таза болмайды. Вот сол доказательство екен. Один из первых признаков. А менікінде бұлай қолына апарып қойғанда қоя алмайсың. Анадан ыстық от беріп тұрады. Өйткені ол жар. Жаңа бензин 100% жанып тұр. А когда бензин 100% жанбайды, ол анау катализаторды асатып қалып қояды. Не догорай. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл экологически өте 100% емес, 200% экологически таза өнім. Сосын бұның өнімі жаңа айтып отырмын ғой, экономиясы әсіресе КамАЗдарда, автобустарда, поливальщиктерде ол өте керемет нәтиже беріп жатыр. Соляркаға салсаңыз, бұның кереметтігін, сосын мен де жаңа айттым, мен лес тасимын. Енді әркімнің өзінің левый жұмыстары бар ғой. Сол лес тасығанда мен 5 КамАЗдың 5-еуі 40 градус аязда далада қызды. Сонда таңертең сағат 7-де маған звондайды ғой, 40 градус аяз. Ойлайын, түсінбейсің ғой, таңертең ұйықтап жатқанда ертең. Сонда анаға звондап айтып отыр, аға сізге көп рахмет. Далада легковой машиналар қызбай жатыр. Жеңіл машиналар қызбай жатқанда КамАЗ солярка қатып тұрады. Бүкіл солярка, автобус па, КамАЗистер, трактористер бәрінікі қызбай қалғанда менің 5 КамАЗым 5-еуі де қызды ғой. Вот осындай керемет нәтиже болды, ол факты, оның бәрін көрсетті. Оның бәрі бар. Бұл жерде экономия жасамайды. Бұл жерде бұл экологически таза жасайды. Экологически таза, енді выхлоп газа таза шығады. Выхлоп газа дейді, сол таза шығады, біріншіден. Екіншіден бұл жаңа солярканың ішіндегі молекулаларды расщепляйт етеді. Яғни кішкентай сақтап тастайды. Сол расщепляться еткен кезде, камера сгорания деген кезде, ол камераның сгорания 100% жанады. 100% деген болмайды, всегда 98-97% точно жанады. Ол сіздерге гарантия. Сонда выхлоп газа түтінде КамАЗдарда қара түтін шықпайды. Сосын әсіресе автобусниктер, поливальщиктер үйінің алдында машиналарын дарлатып қойғанда көресіздер, иіс кіреді терезеден. Үйде иіс кіріп жатады, иә? Анда таза экологически таза газ шығып тұрады ғой. Үйдің алдына дарлатып қоюға болады. Сосын осыны мінекей көбінесе қазір естіп жатыр, видимо біздің Қазақстанға да көп көріп естіп жатыр ғой деймін. Қазір айтады, 5 минуттен артық машина қыздыруға болмайды, түтін кіреді, иіс болады, шаң болады деп. Сондықтан мінекей бұл 5 минут тұрмады, жарты сағат тұрса да таза газ шығады. Сондықтан мен сіздердің баршаңызға айтарым, осы Fuel Tabs'ты пайдаланыңыздар. Әсіресе біздің қалада жүрген қыз-келіншектер көп жүр. Солардың машиналарын сразу білесің.
кімнің қандай машинасы екен, кім қандай адам екен. Машина артында түтін басып барады или май шығып барады. Сондықтан баршаңызға айтарым, экологиялық тұрғыда қаланы таза ұстаймыз десеңіздер, өздерің бала шағаларын, ұрпақтарын таза емін еркін өсіреміз дейтін болсаңыздар, осы фуэлтапты пайдаланыңыздар. Ал мен көп уақыттарыңызды алмайын. Ләззат ханым, осындай мен сізге қысқаша не берейін. Рахмет, көп рахмет. Ал енді біз жаңағы денсаулық жағындағы нәтижеге қазір көшеміз. Ал біздің бәріміз білетіндей, біз ешкімді емдемейміз, бірақ денсаулыққа керемет те ықпал ететін өнімдерді пайдаланамыз, дұрыс па? Ал біздің денсаулығымыз медицинадан айырмашылығымыз, медициналық емнен біздің жасушалық өнімді пайдаланғанда қандай айырмашылығы бар? Медициналық ем-дом алған кезіңіздерде ол медицина жағынан симптомдармен, яғни аурудың белгісімен күреседі. Ал біздің өнімдер, сол біз тұратын жасушаның әрқайсысына барып қорек бере отырып, оны нығайтып, қатайта отырып, әрбір ауруменен күресуге ықпал ететін өнімдердің бірі болып саналады. Ал біздің өнімдерді пайдаланған осы жерде отырған серіктестеріміз бар. Қазір бізге өзінің денсаулық жағындағы нәтижесімен бөлісетін Бақтағай бар, Бақыт Өдербаев, Алматы қаласынан. Бақтағай, микрофонды ала қойыңыз, нәтижеңізбен бөлісе қойыңыз. Қазір. Кеш жарық, құрметті әлеумет, мен 18 жыл бұрын жүрегіме ота жасатқам, аорта коронарный шунтирование. Осы 1 жыл бұрын жағдайым кішкене төмендеп кетті. Кішкене қаттырақ жүрсем ентігем, загрудинная боль дейді ғой, сосында ауыра бастады. Содан барып неге жаттым докторларға. Тексеріп, ой, сізге кардиостимулятор қою керек, пульсіңіз түсіп кетіпті, тамырларыңыз көбісі бітеліпті, бітелуге жақын деді. Содан кейін осы өнімді естіп, 2-3 ай мына бикардияны ішіп, 2-3 айдан кейін тағы бардым, 3-4 айдан кейін. Докторлар таң қалды, сіз не істегенсіз дейді. Мен қорқып кеттім, не болды екен деп. Сіздің пульсіңіз 62 болыпты. Сосудтарыңыз, тамырларыңыз жақсы, сізге ештеме қою керек жоқ. Жаңағы кардиостимуляторды қоймаймыз, стентті қоймаймыз. Жағдайыңыз жақсы деді. Осы сіздерге мыңда бір рахмет, осы өнімді айтқан адамдарға мыңда бір рахмет. Мен енді жалғыз ғана өзім осы ішіп жатқан жоқпын. Мен әйелім Майра Тілешевна. Мына маусымдық аллергиясы болатын. Содан Аллаға шүкір құтылдық маусымдық аллергиядан. Мына сүйел шығып кететін папиллома, герпес, одан да құтылдық. Солдай жақсы нәтиже алып жатырмыз. Оның үстіне мал тауып жатырмыз. Мен 2-3 ай болды, 3-3 жауып, серебро деген айына $500 мал тауып жатыр. Мен пенсияма қосылып, Аллаға мыңда бір шүкір. Сіздерге үлкен рахмет. Ғалия Бекеннаға рахмет, осы заттарды кезінде бізге айтып, түсіндіріп. Сіздерге де сондай жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар. Керемет, Бақтағай, керемет. Рахмет сізге көп-көп. Енді келесі тағы да бір нәтижемізді тыңдап кетейік. Ақмарал, Қараманова Ақмарал, Шымкент қаласынан. Сізде қысқа да нұсқа әдемі қылып айтып берсеңіз. Мен білем, сіздің отбасыңызда да нелер бар, нәтижелер бар. Ақмарал. Қазір басамай қалдым ғой. Микрофонды бассаңызшы неменен. Камераны басасыз, микрофонды басасыз қой, ашылып тұрды ғой. Келесі онда Ақмаралды кішкене ақау болды ау демнесінде. Тимур, сен нәтижеңмен бөлісіп берсең. Ассалаумағалейкум. Менің атым Тимур. Бұл компанияға енді денсаулық жағынан келдім.
бұл компания действительно енді маған көп көмектесті менің семьяма, өйткені менің семьямда денсаулық жағынан проблема болды. Өйткені әйелім 2 жыл, осыдан 2 жыл бұрын жаман аурумен ауырып бастады. Сонда ауырған кезде емшектен неге қолтыққа кетті. Қолтықтан бауырға, бүйрекке, сүйекке кетті. Сондай метастазымен кетті. Енді сол ауруды іздедім, енді қалай емдейтінін бәрін, врачтарға бардық. Сосын енді консультация алып сөйтіп жүрген кезде уже химияға дайындалдық, әйелім химияға дайындалды. Химияға баратын кезде кешке бір подружкасы келеді, химияға бармаңдар, көтере алмайсыңдар, қиын болады, лучше шөппен немен емделіңдер деп бізге совет береді. Сол кезде ертеңіне баратын химияға бармай қалып, соны 8 ай жоғалтамыз. 8 айдың ішінде сол әйелім жаман қатты не болады, 4-ші стадияға кетіп қалады, онкология. И сол кезде әйелімді енді қатты стрессте болады, өзімде стресске кірем. И кішкентай 5 балам бар, Аллаға шүкір. Сол енді соны ойлап, жаман стресске кірем. Әйеліммен бірге қайғырып, не істерімді білмей, неден іздеймін. Онда Бишкекке де апарам, Бишкекте врачтар айтады, тоже химияны лучше өзіңіздің Қазақстанда алуға кеңес береміз. Өйткені біз платный жасаймыз дейді да, басқа елді мемлекеттің адамдарын, платный емдейміз. Сіздер лучше өздеріңіздің Қазақстаныңызда емделіңіздер, сол протоколмен емдейміз деп. Онда біз қайтадан Алматыға келіп, заведующиймен сөйлесем, заведующий айтады, сіздер енді отказ беріңдер химияға, біз алмаймыз деп. Мен ол кісілерге жалынам, өзім жағдайын түсіндірем. Мен әйелім кетіп қалса не істеймін, көмектесіңізші деп ше, бірінші химиясын алдырайық, соны көреміз деп. Сонда әйелім 1 ай температурамен жатады, 40 градус, күнде 40 градус, скорый шақырамыз, скорый келеді, кетіп қалады, онкология, біз ештеме істемейміз, укол ештеме салмаймыз, обезболивающий ол назначениемен немен не алады дейді врачтармен. Сол кезде обезболивающий укол ол сатылмайды екен да, тек қана врачтар жазып береді екен. Сол кезде біз енді ары қарай іздене бастадық, енді химияны алдырттық, 2-ші химия, сосын 2-ші химиядан кейін осы тиктоктан неден осы компанияның андай өнімдерін бастадық, ал әйеліме бастадым беріп. Сол кезде өзім ауырып жүр екенмін да, мен де байқамаппын. Бетім, жарты бетім үйіп қалғанда, жарты бетім үйіп, обследование жасадым, басымда ісік бар екен, мына көк неде көрсетіліп тұр, ісік 3 миллиметрден көп үлкенірек. Сол осы енді сол ісікті отау жасап алып тастау керек деп. Ол сол кезде бетің ұйылғаны кетеді деп айтты маған нейрохирург, Қалқаманның нейрохирургы. Сол кезде мен енді ойланып қалдым, қалай істейсіздер десем, басыңды былай черепті трепанация черепа жасап аламыз, бірақ гарантия бермейміз, что нормально болады, ары. Сол кезде мен тағы консультация алдым, осы компанияның серіктестерінен. Сол кезде маған жақсы поддержка берді. Ләззат ханым да маған, мен тоже хабарласып отырдым, как врач сияқты. Сол кезде маған ол кісі айтты, осында шебер, тоқтамай шебер, қорықпа, бәрі жақсы болады деп ше. Осы енді өнімдер енді действительно көмектесті. 3 айдың ішінде менің бетім анемия кетіп қалды. 3 айдың ішінде кетті. Сонда әйелім тоже 8 химиядан кейін үзбей бердім. Бепик Гринс деген, сосын өзім енінде іштім, бикардио, сосын ночнойды үзбедік, вообще үзбейміз қазір енді бұл тамақтарды.
Сонда мына екінші снимокте осы 10 айдан кейін мен қайтадан снимок жасадым, өзім тексеріп для себя, да. Сол кезде мына снимокта көрсетіліп тұр тап-таза деп. Сол кезде мен өте қатты қуандым, жаңағы рентген МРТ жасап жатқан кісінің алдында секіріп қуанып, кішкентай бала сияқты. Ол кісі маған қарайды, сіз не болды сізге деп. Сонда мен қуанғанымнан жаңағы секіріп, ана кісінің құшақтары жаздай қалдым. Ана әйел кісі ғой енді, өзімді зорға тоқтап, сонда қуанғаныма жаңағы өте не қылдым. Алғысым шексіз осы компанияға, осы өнімдерді Қазақстанға жеткізіп жатқан кісілерге рахмет, Алла разы болсын. Маған поддержка берген кісілерге Алла разы болсын, рахмет. Келіншегіңе қандай нәтиже болды қазіргі таңда? Қазіргі таңда қазір 4-ші стадия емес, қазір енді неден алған жоқ учеттан, бірақ таза, полностью тазарды. Қазір Аллаға шүкір шауып жүр, жүгіріп жүр, жұмысын істеп, өзінің үйдегі жұмысын, үйде жұмыс көп қой. Сол Яғни метастазы бәрі таза қазір, метастазы жоқ қазір. Керемет. Анализдері жақсы бәрі. Керемет нәтиже. Рахмет, Тимур. Көп рахмет. Аман болыңдар, ауырмаңдар. Ал келесі Ақмарал қосалды ма екен? Микрофонын қосалмаса мен өзімнің нәтижемді де айтайын. Менде көптеген неше түрлі жаңағы аурулар болған, диагноздар болған, басымнан бастап аяғымна дейін мойын омыртқа остеохондрозы болған, асқорыту жолдарында множественный бульбит басталып келе жатқан, көп асқазанымда жара болған, гастрит те болған, холецистит, панкреатит деген, пилонефрит, және буындарда артрит та болған, мойын омыртқа остеохондрозы асқынып кетіп, тендинопатия болып, қолым жұмыс істемей қалған, оң жақ қолым, ал 10 жылдан астам ұйқысыздықта пайда болған, шаршауда, тағы басқа көптеген ауруларым, жаңағы 20 жыл, 30 жыл емханада есепте тұрған адамның бірімін. Осы өнімдерді пайдаланғаннан кейін, бірнеше айдан кейін өзімде байқамай қалдым. Көп жыл медициналық стажым болса да, медқызметкер болып, қанша жерде жұмыс істесем де, мен мынандай ғажайыпты. Бір капсуланың өзі ғажайып дүниелер жасайтын ішкі ағзаға түскеннен кейін де өзімде байқамай қалып, менің өзім таң қалған жағдайым да бар. Ал ендігі қызықты жеріне келетін болсақ, компанияның табыс көздерін де айтып берейін. Компания, Биэпик компаниясы өте жомарт компания, өте қайырымды компания, және де компанияның 8 бірдей табыс көзі бар екенінде мен сіздерге айтып берейін. Ал бірінші табыс көзі компанияның, сіз келдіңіз, интернет дүкен, бізде интернет дүкен, яғни облачный бизнесте интернет дүкен, жаңағы Алиэкспресс, Озон, Пиндодо деген интернет дүкендер сияқты біздің де бірақ жаңағы Биэпик компаниясы интернет дүкен, бірақ бізге ақша төлейтін интернет дүкен. Және бизнес франшизаны сіз мына жерде дайын бизнесті $137 немесе $147 сатып аласыз. Яғни өнімді өзіңізге жаңағы Тимур көрсеткен, басқа да серіктестерге керемет денсаулыққа ықпал ететін өнімді өзіңізге ғана пайдалануға сатып аласыз. Сатып алғаннан кейін, осы жерде табыс көзі бар болғаннан кейін, сізде осы Биэпик компаниясы туралы, өнімдер туралы, табыс көзі туралы айта бастап, ақпарат бере бастасаңыз, сізден кейін алған досыңызға тура осы бизнес франшизаны, ол да осы өнімдерді тура сіз сияқты тапсырыс берсе, сізге компания сол мезетте ең бірінші табыс көзі $35 кэшбэк төлейтінінде мен сіздерге айтайын. Ал бұл бірінші табыс көзі. Ал сіз одан тоқтамадыңыз, екінші досыңызға айттыңыз, екінші досыңыз да тура сізді қайталап осы өнімдерді өзіне пайдалануға сатып алса, сізге компания сол мезетте, сол секундта тағы да $35 төлейді. Ал сіз одан да тоқтамай, екі досыңызды үйретіп, ол екі досыңыз тағы да екі дос шақса, досыңызға да осындай $35 табыс көзі төленеді. Ал осы схеманы жасаған үшін компания сізге ең бірінші сыйақы $100 ретінде сыйақы дайындап отыр. Ал бұдан да тоқтамай, үшінші досыңызға айттыңыз, үшінші досыңыз да осы өнімді өзіне алып, ол үшінші досыңыздан да $35 түседі.
Ал бұл жаңағы көбейту кестесі сияқты табыс көздері ғой. 3/3 деген схеманы жасасаңыз, компания сізге тағы да жаңағы қосымша $35 басқа қосымша сізге $300 табыс көзін, бонус ретінде табыс көзін ұсынып отыр. Ал бұдан да тоқтамай төртінші жаңағы көбейту кестесіне келдік. Төртінші досыңызға айттыңыз, төртінші досыңыздан да компания $35 жаңағы тез төлем ақысын төлеп береді. Және де осы 4 досыңыз төртеуден шақырса, осы 4-ке 4 көбейткенде көбейту кестесіне осы схеманы жасаған үшін компания сізге $500 сыйақы дайындап отыр. Ал ең үлкен осы жаңағы өмірлік бонустың ең үлкен табыс көзі бұл жерде 5-ші досыңызға айтасыз. 5-ші досыңыздан да $35 түседі. 5 досыңызды үйретіп, тура сізді қайталап отырып осы өнімді тапсырыс беріп, өзінің де 5 досын шақыратын болса компанияға, олар тапсырыс беретін болса біздің өнімдерге, сол 5 досыңыздан әрқайсысынан $35 төлеп береді компания. Және ең осы өмірлік бонустың ішіндегі ең көп төлем ақысы компания сізге $700 табыс көзін ұсынып отыр. Ал ары қарай да табыс көздері өте көп. Бағана айта кеткендей, 8 түрлі табыс көзі бар. Ал тағы да бір керемет те кестесі бар. Ең жаңағы жеңіл түрде бұл компанияның осы табыс көздерін, маркетингін сызатын біздің керемет президентіміз, компания Бепиктің президенті Дэн Патнам өзі сызып қойған. Қарапайым адамдар осы жерден әл-ауқатын көтеріп, нәпақасын тапсын, үлкен табыс көзіне жетсін деп. Ал тағы бір 2/2 деген кестесі бар. Ол кестені көрсеңіздер, бұл жаңағы ертегі емес, бұл шындық. Бұл бірінші айда сіз 2 адам шақырсаңыз, ең бірінші айда табыс көзі $70 бастап, ал 12 ай бойы сол 2 адамыңыз 2 адамнан ақ шақырып отырса, 12-ші айда $57,000 астам табыс көзіне жетуге мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бұл мүмкіндік өзіңіздің еңбегіңізге, табандылығыңызға байланысты. Ал біздің қазіргі таңда 21 ғасырда, заманауи ғасырда, жаңадан шығып жатқан технология ғасырында, жасанды интеллект шығып жатқан ғасырында неге осындай табыс көзге, неге сенбеске, неге таппасқа? Сондықтан бұл ертегі емес, бұл шындық түрінде, реальды түрде табыс көздерін, компания үлкен табыс көздерін ұсынып отыр. Кешегі күнде біздің жаңағы 100,000 клубқа кірген, бізде барлық серіктестерімізді $100,000 жаңағы жүрген уақытына сәйкес $100,000, $250,000, $500, $750,000 әртүрлі бізде клубтар бар. Сол клубтардың бәрінде біздің серіктестеріміз бар. Осы жерде отырған менің құрбым бар, менің тәлімгерім Алия Жакуповадан бастап, ең жоғарғы тәлімгеріміз Ғалия Серғазинаның өзі 750,000 жаңағы осы бірнеше жылда тапқан табысының қоспасы $750,000 дейін жеткен. Сондықтан бұл ешқандай ертегі емес, бұл алдарыңызда отырмыз. Табыс көзіне менің өзімде 6 айдың өзінде 1 миллион теңгеден чегім асқан, алдарыңызда отырған мен Досмамбетова Ләззат. Сондықтан бұл жерде өте табыс көзі көп. Аналогы компания, бұндай компания, жаңағы жомартты компания, өте қайырымды компания, өте рухани бай компания. Отбасыменен рухани адамдардың компаниясына келіп осы жерде шынымен де еңбек етіп, осындай табысты табуға ықпал ететін компания бар екен. Әлемде бұндай компания таптырмас екенін де сіздерге айта кетейін. Сондықтан осы жерде шақырылып отырған қонақтарға, жаңадан келген новичоктарға тастамаңыздар, еңбектеніңіздер, табандылық, қайтпас қайсарлық танытсаңыздар, бұл жерде үлкен табыстарға жетіп, және үлкен деген қолдауларға жететіндеріңізді де айта кетейін. Ал осы жексенбі күні Алматы қаласында, Астана қаласында, Тараз қаласында болатын офлайн кездесулерге барыңыздар. Сол жерде қолдауды да көресіздер. Үлкен табыстарға жеткен, және денсаулықтары да кереметтей болған осы өнімдер арқылы нәтижеге жеткен серіктестермен бірге көрісіп, жүздесіп, жарқыраған жүздерін көріп қайтуға да сіздерге мүмкіндік бар. Алматы қаласында желтоқсан 12-де болады офлайн кездесу, Астана қаласында бизнес-центр Марденде болады, және де біздің Тараз қаласына да келіңіздер.
ITK B3A деген мекенжайда офлайн кездесу біздің керемет серіктестерменен кездесу болады. Және осы жерде отырған қонақтарды да сол жерде тұратын болсаңыздар, немесе достарыңыз, туыстарыңыз болса, сол офлайн кездесуге міндетті түрде барыңыздар. Мына негативті өмірде бір позитивті көру үшін, бір бақыттан бас айналып жүрген, денсаулықтан бастары айналып жүрген серіктестерді және адамдарды көргілеріңіз келсе, BEPIK компаниясына серіктес болып, осындай кездесулерге барыңыздар. Ал мені зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.